Шабасым, не болды саған? Өзің досты. Мен еткешім қалқым-ау, не күллерге қардық қой. Күні түні қиланып, 12 айда тапқаның қыс асыққа шетпеді. Жаугершілік көп болды, бейгүнә келе кесілді. Ақ денелі арудың бұрымлары есілді. Сағиралардың қанлары су орнына төгілді. Айналайын қарқым-ау, тек дарияға қарай жүрейік, дарияға қарай жүрейік, мәнзілімізге жетейік қарқым. Түркістанның кең жазық далаларында, Еділ, Жайық, Әму бойларында көшіп қонған халықтың қуанышы менен қайғысына шерік болған бұл топырақта ескі тарих көмілі батырғандай. Аспанды қаплаған қара бұлтлар, гә түнері, гә бозарып, халықтың ғам тәшвиші менен үнлес яңлы, олар да бағыты белгісіз тәрепке ығысады. Елдің тағдыріне белі қайысып, оған жаны ауыратығын, қосық бенен, саз бенен халықтың тарихын мәңгілестіретігін хақиқат талант иелері қайда жүрсе де толғанады, жырлайды. Неше әсірлерді басып өтіп, бізге жеткен халықтың таланты менен дөрелген халық мирасы саналған жыраушылық өнері ескі тарихтың түп сағасы. Бұл өнерде әсірлер сазасы жаңлап, жанлы уақиялар куасы жәмленген. Ketkenine keteyine Allah talana yol versene, evli iyilere kol versene, sol kalağına parayına, hatalık mayıbey kış büyümetere, karı bulardım kırıyına, bulardım esene bulmasana, bundan harmanay ötüyüne, Едігені жырласа еңіреніп, көктен жамғыр жапқан себеленіп, қобланды жырласа қыл қобызда атлар суылық шайнар тебіреніп. Терме, толғаулар кеуілді толықтады, ақыл нәсиятлар ойымды қалықтады. Қорқыт ата қыл қобыздың бабасы талай жүреклерді толқытады. Қарақалпақ халқы тарихи тұрмысқа бай халықтардың бірі. Ата-бабаларымыз өздерінің ардақлап сақлап келген, бізге мирас етіп қалдырған дүниясы оғада көп. Солардың бірі бұл дәстанлар болып табылады. Дәстанлар тикарынан жыраудан жырауға өтіп, қобызнамалары арқалы ұстаз шәкіртлік жолыменен бізге жетіп келген мирастардың бірі. Енді анық қобыз хақында мағлұмат Қорқыт ата кітабында бас бөлімінде келтіріліп өтеді. Қорқыт ата кітабы өзіңізге белгілі
Sırdarya boylarında, orta asirlerde, 9-10 asirlerde payda болған жазба естеліктің бірі. Мәселен, қобыздың пайда болу деректері туралы ауызекі мағлұматлар бар. Қобызды соққан Қорқыт ата хақында бірқанша легендалық бағдардағы халық арасында жүрген әңгімелер бар. Күндердің бірінде қобыз ұстасы өз ісіменен ұзақ машғұл болып отырып, ұйқылап қалады. Жақсы істің бітуіне қарсылық етуді ойлаған шайтанлар өз қылуасын баслайды. Неше күннен берлі қобыз соғу менен құмбыл болып жүрген ұстаның ізіне еріп жүрген шайтанлар оның қолайын тауып, тосқынлық етпекші болады. Күтпегенде Қорқыт атаның ғайыптан тайып келуі ұстаның жақсы ниетін әмелге асырады. Қолына қобыз ұстаған жыраулардың «Я пирім Қорқыт ата» деп сыйынуы да тосыннан емес екен. Қобызды бірінші соққан адам Қорқыт ата. Оны жыраудың пірі дейді. Қарақалпақ аңызларында Қорқыт ата өмірді сүйетұғын, еш өлгісі келмейтұғын инсан образында беріледі. Ол өлгісі келмейді. Өлімді ұмыттыратұғын нәрсені ізлейді. Сөйтіп, қобызды ойлап табады. Аңызларға қарағанда, қобызды соғу мүшкіл іс болып, жыраудың пірі Қорқыт атаның қоллауы менен әмелге асады екен. Алла Тағала адамзатты жаратқанда, топырақтан жаратқанда, бір әмме келе мүшесін, пішінін, бет, әлпетін, барлық 12 мүшесін соғып ылайдан адам келбетінде келтірген менен жан ендіре алмаған құсайды. Сонда Жабірейіл періштені жіберіп, жан ендіру үшін не қылу керек дегенде, бір әжайып ауазды, сазды жаңылатқан екен. Адам жаны еттіміз. Жыраушылық Қарақалпақ халқының әйемнен сақланып келатырған милли көркем өнерінің ең ескі түрі. Жыраулар халықтың неше әсірлік мәдениетін, көркем өнерін ауызша атқару ұсылында бізге жеткізушілер. Олар еле жазу пайда болмастан бұрын халықтың даналық сөзлерін, философиясын, халықты дұшпаннан қорғаған батырлары хақында халық жырларын әулеттен әулетқа жеткізген талант иелері. Елде театр жоқ уақытта жыраулар халық театры орнында қызмет істеді. Кітапхана жоқ уақытында кітапханадан алатұғын білімді берді. Барлық мәдениеттің қызметін атқарды. 80-ші жылдардан бастап Өзбекстанға, Қарақалпақстанда іліми сапарлардан келіп жүріп, түркі халықтардың саз сөз өнерімен танысқан неміс ғалым Карл Райхл. Карл Райхл Қарақалпақстанға келген сапарында Шомырайлы Жұмабай жырауын басарып бірнеше сапар жасып, оның искусствосына, саз өнеріне, сөз өнеріне ашық болып, жаллы қобызды көріп, жаллы атқарушылық, баяғы ерте антик дәуірдегі Илияда, Одиссеялар жырлы дөреткен жырлаған Гомерлер, жанлы Гомерді көріп, олар оның батыста бұлардың намын жаны қамаған. Küllükse meni bilmey, öldürdün kostarısız hep, zulmeden kostarım var. Küllükse oğlunu gaydın, yurtunda yedik atlı, tuğuskan yemşeklesin, kamkırın yedige atlav bölüm var. Қобыздың, жырдың 9-10 әсірлерде пайда болғанын білдік, анықладық. Онdan бұрын болмады ма екен деген намсан олдырады. Дастан бар жерде әлбетте саз аспабы бар. Бұл әлбетте төсел-көсіл
кесіп айтылатын пікір емес. Оның алдында да біз түрік қағанатылық дәуірінде жасадық. Үлкен кіші үлкен дастарлар, тасқа жазылған дастарлар пайда болды. Міне осы дастарлар, жырлар әлбетте қобыз, ямаса басқа да соған саз аспаптары жәрдемінде атқарылған. Демек біздің саз аспаптарымыз сағасы онан да арға кететіні хақында шүбһасыз ой жүгіртуге болады. Ауызекі атқарушы жыраулар әйемгі дәуірден бері неше әсірлерді басып өткен халық байлығын, яғни атқару өнерін жеткізіп отыр. Осы милли байлығымыз бізге қағаз бетінде емес, ал ауызекі жыраулардың атқаруы арқалы жетті. Олар әйемнен киятырған әр бір дәстанды өзінің атқару өнері, музыкасы менен жеткізеді. Сондықтан Қарақалпақ халқы үшін дауысын қырып, күркіреген дауыспенен дәстанды атқарып келген жыраулардың біздің үшін әхметі айрықша. Жыраулардың берген мағлұматы бойынша күшлі жыраулар әр наманың вариантларын ислеген. Дәстанларды ұсыншама көп нама менен атқаратығын халық дүнияда тек Қарақалпақлар. Бүткіл энциклопедист ғалымы Шоқан Уәлиханов Қарақалпақлар сахрадағы бірінші шайырлар һәм қосықшылар деген. Міне осы Шоқан Уәлихановтың осы пікіріне сүйенген алда 19-20 әсірдің басларында Қарақалпақстанға келген, анағырағы 1903 жылы Қарақалпақстанға келіп, Төрткілде, Шораханда, Қоңыратта болып бүйерлерден Едеге дастарын, Қаулан дастарларын жазып алып, Бедақтың Шежге дастарын жазып алған Петербург университетінің студенті Иван Алексеевич Виляев, Миллеранс профессор вақтағы Санкт-Петербург университет профессоры Миллеранскийдің шәкірті келіп, осындай Қарақалпақлар арасынан Шоқан Уәлиханов айтқан үлкен искусствоның, сөз өнерінің, әдебиеттің, фольклордың үлгілерін жинап алады. Һәм хақиқаттан да Шоқан Уәлиханов айтқан пікірдің дұрыстығын тасдиқлап, хақиқаттан да Қарақалпақлар сахрадағы бірінші шайырлар, бірінші қосықшылар екен. Сол үшін де олар сахра бүлбүллері дейді. Siyatau aytayın kulağın salın av bulgabdeyi Şaltan bolman jalaqlap vurun sizden eylemet bavu Soğan akılıq avmaktan şaqlıq şoğulluqdın av karet bavu Hemden bulman baz qozban hasılıp uzuq eylemet geyi Yeki жақсы бас қозса қыл өтпейдің ай арадан Екі жаман бас қозса қол кетпейдің ай жағадан Үсім болған ау жігітлер жұртынан айқан болар Абырайлыға бас қосып Қорқыт ата соққан қобыз Қарақалпақларда сол әйемгі моделі менен сақланған. Онда тек қана тұт,
жейде яки ерік ағашы, еріктің шайыры, аттың қылы, түйенің терісі, қабақ пайдаланылады. Бұлар шаруа халықтың өзі менен бірге жасап атырған бұйымлары. Бұл еле адам баласының темірді пайдалануды білмеген уақытынан дерек береді. Жырау болуды таңлаған шәкірттің бойында бірнеше тума қабілет болуы шарт. Олар ықылас ынта, айрықша лапызға ие хауазы, саз шерте алу қабілеті, намаларды меңгеріп алу ұқыбы, қатқұлақ, талантлы һәм импровизаторлық ұқыбы, шыдамлылық, жауапкершілік сияқлы фазилетлерді иелеген болуы керек. Қарақалпақ халқында ұстаз шәкірт мектебі ертеден қалыптасқан. Шәкірттің ұстаздан пәтия алып, жақсы тілегі һәм рұқсаты менен жыраушылық етуді баслауы шәртлі түрде дәстүр есапланған. Милли мәдениятымыз дүрданалары есапланған дәстан һәм жыраулар художниктің илхам бұлағын тастырады. Оның ұстаханасына қадем қойған шет елі мималлардың ітібарын тезде жаулап алатығын картина һәм экспонатлар қатарында жырау һәм оның қобызы тикарғы орынды иелейді. Endi Qaraqalpoq dastanchiligi degan paytda birinchi navbatda jirovlardan boshlashimizga to'g'ri keladi masalani. Sababi juda qadimdan boshlab o'sha novoylarda bo'ladigan, boshqa turkiy xalqlarda bo'lgan dastanchilikni Sappasli Sapira degan va umuman Edigey dastoni eng qadimgi dastonlardan deb hisoblanadi. Hozir shu dastonni saqlanib qolganligi mana faqat Qaraqalpoq xalqimizda. Bularni Edigey dastonini asosan qahramonlik, bahodirlik va tarixiy dastonlarni faqatgina jirovlar ijro qiladi. Hatto men Turkiyaning Ege universitetiga borganimda Qaraqalpoqimizning o'sha nimalarni, dastonlarini, kuylarini yozib olgan olimlar bilan ham tanishdim. Bular ham hali o'rganib va o'zini nimasida saqlanib turibdi, ularni fondida. Ana shuni ham o'rganadigan yigit qizlarimiz har joyini o'zidan chiqish kerak. Yani maqomlarda estradaga, repga, boshqa narsaga uni qilish qiyin. Chunki qadimgi paytda ham podshohlar, xonlar maqomga tegmaysan, bu saroyning mulki deb aytgan. Lekin dastonlar unaqa emas. Hozir yoshlarimizni ko'ring, mana O'zbekistonning o'zida bo'lsin, Qoraqalpog'istonda bo'lsin, dastonning musiqasi asosida shunday bir chiroyli estradalarni, replarni, shunaqa narsalarni qilishyaptiki, bu chunki qalbdan o'sib chiqqan narsa yana qalbga yetib boradi. Ana shuning uchun ham bu narsa yoshlar orasida juda mashhur. Ular o'zlariga yoqadigan, yoshlarga yoqadigan har xil janrlarni yana yaratilyaptilar shu kuylar asosida. Жыраудың бір дастанды атқаруының өзі көркем өнер дүниясының үлкен музейі сияқлы. Жыраудың хауазы, интонациясы, әріплердің акустикасы бұл өзінше бай дүния. Жырау халықтың алдына шыққанда толып тасып кетеді. Ол атқарғанда жиналған халық менен бір жанға айланады. Дастанның күшлі жеріне келгенде кейде жыраулар экстазға түскен. Халқымыз оны түсінген. Жырау өнерінде әмме нәрсе бар. Театр, ойын, неше түрлі музыка, эстрада. Президентіміз басламасы менен тарауға байланыслы 30-дан артық қарар һәм пәрманның қабыл етілуі пікіріміздің анық дәлелі. Халқымыздың милли мақтанышы, жоғалмайтұғын мәдени мираслары есапланған бейбақа Қарақалпақ дастанлары Қырық-қыз, Шәрияр, Қоблан, Алпамыс, Едіге, жыраулар репертуарында жырланып киятырған қоллы шығармалардан. Жырау батырлықты тынбай жырлайды. Оның репертуарының байлығы, көп дастанларды білетұғын феноменал яды, кем ұшырайтұғын талант иесі есапланады. Taşırdım ey Türkistan'ı, taşırdım Türkistan, ömürlük şeyle bulmadı
garip benim kasırgı şetimini yesirgin ey sayasın yeşirey salmadayım. Aldı minin ey başı savı yekinin ey çalmadı. Buzuk oldu işanı, adilsiz buldun ey kazı seyyi. Günahsızdın ey birazını, günahlı dibey kıynadı. Yıkacakla bıçakla kevülge kaygay şakadayı. Ağalar ey ağalar, kundaklavlu balasını anasının süt çıkmayan tamşılaydın ey kuzcası ey. Jası kaytkan karılar tayanıp alıp ey tayağın belleri abdim bükülüp ey basalmaydın ey ayağını Dünyada birinchi marta o'tkazilgan ulkan tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning boslamasi bilan 2019-yilning 5-10 aprel kunlari Termiz qalasida xalqarалық baxshichilik festivali bo'luvi, sonday-aq har 2 yilda bu festivalni o'tkazuv belgilenuvi, оны birinchi ret Qoraqalpog'istonda o'tkaziluvi, bularning barlig'i tarixiy ahamiyatdagi voqealar. Bu hozirgi davrda xalq tvorчествосын jo'xori baholagan dunyoda birinchi festival edi. Prezidentimiz folklorda millat madaniyatining tikari, millatning jasovunda ahamiyatini dunyoga tushundirdi. 2023-yil 7-may sanasida Sirdaryo viloyatining Guliston qalasida 3-chi xalqarалық baxshichilik festivali o'tkazilib, o'g'an dunyo yillarining baxsi hamjirovlar qatnashdi. Tarixiy ahamiyatdagi xalqarалық festivalda Qoraqalpog'istonlik baxsi jirovlarimiz qatnashib, jo'xori bahoga sazovor bo'ldi. Kelisheginin umid kuttiradigan jirov Salamat Ayapov siyli birinchi o'rinda egalladi. Faxrli birinchi o'rin bilan Salamat Ayapov, O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublikasi. Next first place goes to Salamat Ayapov, Uzbekistan, Qoraqalpog'iston Republic. Qıl qobuzda жаңлаған бәлент лапызы менен Түркия мәмлекетіне жоллама алған жаш жыраудың таланты шет елділерді де таң қалдырып, Қарақалпақ жыраушылығының бүгінгі рауажлану келбетін көрсетіп берді. Karakalpakların bakşileri Özbekistan'ın 5 bölgesinden, yani Tacikler, Özbeklerden çok daha farklı, duygulu, candan. Халқының таланты менен дөлөлген байлығын, оларды әсірден әсірге жоғалтпай бүгінгі күнге жеткізген жырауларды, оның айемгі музыкалық аспабы қобызды жоғалтпай сақлаған Қарақалпақ халқынан үлгі алса арзыйды. Ömür boyu minnettarım. Günlükten sayrar bülbül bağında, her sapacılar manyar zorağında, sersin bükün salat seski şağında, aklım aldı ala gözlü bir peri. Kadnap jürmen avulga men kaladan, senin üçün gözüm süzüp karagan, min gezdirip toyga alıp baraman, aklım aldı ala
Милли мәдениятымыздың тикары болған қарақалпақ жыраулары халыққа аталар сөзін айтып тәрбиялаушы ақыл көзі саналады. Бір дәуірлерге келіп жоғалып баратырған халық өнері жыраушылық бүгін өзінің жаңаланған келбетін көрсете алды. Қобыз ырғақларындағы жыраудың бәлент лапызы дүния еллері бойлап жаңлап атыр. Жаңаланған көне тарих даналықтан сөз ашады, халықты ауызбіршілікке шақырады. Жаңаланған көне тарих адамның рухи жанына азық беріп, әйемгі искусство академиясы болып қызмет ете береді.